Сәлем, мен Жанель. Ел үміті премиясына қатысу себебім өзімді дамытып, үлкен ортада өз қабілетімді көрсету. Мен қарапайым ауыл оқушысымын, бірақ арманға жету үшін орын емес, ниет пен еңбек маңызды. Сол еңбегім мен ниетімнің арқасында Айқанат Олимпиадасының 2025 жылғы финалисті болдым. Енді сол бастаған жолымды ел үмітінде жалғастырып, өзімді жаңа деңгейде сынағым келеді. Мен белсенді оқушымын. Сахнада өнер көрсетіп, адамдарға энергия сыйлағанды жақсы көремін. Қолөнер сабырды, дәлдікті және еңбектің бағасын үйреткен сүйікті хоббиім. Сондай-ақ әрдайым ізденісте болу да мен үшін маңызды. Ұстаздардан әрдайым пайдалы кеңестер алып отырамын. Қай ортада болса да белсенді болып өзімді дамытуды мақсат етемін. Мұның барлығы кішкентай Жанелдің басты арманы еді. Менің бақытым тоқтамай өсу, жаңа білім, жаңа мүмкіндік. Әр қадам өзімді жақсырақ ету. Ел үміті премиясы бұған көмектесетініне сенімдімін.